Мінекей жаңағы мен оқыған немді қабылдамай жатыр. Прокуратура, әкімдік. Сіз қорқып тұрсыз ба, мен ана жаққа кетіп қалам деп? Мінекей мен ешқашан 63 жаста заң бұзбаған мені, мінекей мына жерде не етіп тұр, мына жаққа кіріп кетпейін деп, мына күзетші анда фашист іспеттес дедім ғой, дәретханаға барып жібермеген Сократтың күзетшісі мінекей. Оған енді бұйрық берген Байханов шығар. Айтайын дегенім, менен мінекей тостырды, сосын обедтеп, дөрекі сөйлеп, оның несі келді, үшінші рет ол видеома түсіп қалды. Қазір мен оны видеоға нетуге нем жоқ, уақытым жоқ, қазір осыны жіберем. Айтыр 100% заң бұзушылық, мына құқық бұзушылық, құқықты адамның құқығын аяққа таптаушылық Байхановтың тарапынан. Мына кімі да, кеңсе басшысы да дөрекі сөйлейтін, таңдап алған адамдары айтыр қол астындағы құлдық саналы бір, екінші дөрекі сөйлейтін, үшінші қазақ тілін білмейтін, 20-15 жыл, 30 жыл, енді білмеймін неше жыл, 20-10 жыл отырған шығар, бір 5-6 жылдар бар. Қазақша бір сөз сөйлемейтін, қол астында адамдар жинап алған, осындай Байханов бізде. Қазақ тілінің қалай құқығын таптап тұр, жаңа сіз менің неше күн сіздер шырылдап жүргенімнен барлығынан қарап отырсыздар, көріп отырсыздар. Енді мінекей қандай өрескел заң бұзушылық болып жатыр. Мені тікелей эфирде қабылдады, маған айтпады, маған ескерту жасамады. Енді со несін маған бермей тұр. Менің құқығым жоқ, яғни оның құқығы бар. Асылбеков мырза, мен сізден сұраймын, мынандай прокурорды енді заңдық баға беріп, оны мына бір нені, кімді, Байхановты заң жүзінде жауапқа тартсаңыз.